Қайырлы күн тыңдармандар. Аудио кітап ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Айғайламайтын аналар. Балам жылауын бір сәтке қойса екен деп, көз ілмеген түндерде ата-ана болудың қандай қиын екенін ұғынып жатамыз. Тәп-тәтті балақайларымыз біздің ақыл ес, сана сезіміміздің емес, жүрегіміздің лүпілін сезеді. Жылдар өткен соң, ешкімде үйіміздің бір кездері астан кестені шығып, шашылғанын есіне алып отырмайды. Үйдің тазалығынан бұрын балаларымыздың жүрек тазалығына мән берсек, олар есейгенде жылдар бойы мақтан етіп айтып жүрер ізгі амалдар естерінде қалады. Анасының перзентіне қол көтеріп, айғайлап, озбырлық көрсетуінен бала бір ғана нәрсе ұғынады. Кейін күшімен сені басынған барлық адамға басыңды иіп мойын сұн. Борыштармын. Бұл кітапты жазу барысында балалық шағыма оралып, резеңке ойнап, секіріп жүрген кішкентай қызының басынан сипадым да, ана болған кезеңіме сапар шегіп, балаларымның арқасынан қақтым. 30 жылдан астам осылай өмірімнің әр сәтіне тоқталып, кейде айғайлаған, кейде жылаған, кейде күлімдеген, кейде тыныштықта жасырынған ана болудың қандай екенін қайта бастан кешіргендей болдым. Өзіме тереңірек үңіліп, зерттей түстім. Зерттеген сайын өзімнен өтіп, сіздерге жолықтым. Айғайламайтын ана болу мүмкін емес, таңғажайып нәрсе емес екенін айғайлап айтқым келді. Неге айғайлайтынымыз, ашу, ыза, өкпе реніштеріміз жайлы өзара тарқатып сөйлесейік те, байсалды ана болудың жолдарын бірге табайық деп ниеттендім. Менің ана болуыма көмектесіп келе жатқан ақиқат, бәлкім сіздің де бір кәдеңізге жарар, бәлкім жараңызға дауа болар, бәлкім сүрінген сәтте жігер берер деген тілекпен айғайламайтын аналар кітабын тарту еттім. Менің ойымша, айғайламайтын ана болу соңғы аялдама емес, ұзақ бір сапар. Сондықтан маған айғайламайтын ана болу жолында серік болғандар менің ұзақ сапарымның қаһармандары. Ең алдымен әке-шешем. Өмір бойы көрген барлық қиыншылыққа, жоқшылыққа қарамастан әрқашан пана бола алғандарыңызға рахмет. Үздіксіз дұғаларыңыз бен адал достықтарыңыз болмағанда осы күнге жетпес едім. Бар болғандарыңыз үшін борыштармын. Сүйікті жолдасым, рухани егізім, қадірлім. Егер қандай да бір ана балама айғайламаймын деп ниеттенсе, демек жанында әйеліне тыныштық пен бақыт сыйлайтын жолдасы бар деп айтуымның жалғыз себебі өзің. Жазушы болуыма жол ашқан, жазуға күш берген, еркін жазу үшін балаларды саябаққа алып кетіп жүрген өмірлік досым. Сенің қолдауың болмаса, қолыма қалам алмас та едім. Бар болғаның үшін борыштармын. Балаларым, көзімнің қарашығы, ана болу сезімін 62 тамырыммен сезінуіме себепшілерім, енесім және эйменім. Бұл жазбалардың мәнін түсінетін жасқа әлі келе қоймадыңдар. Алайда ес біліп, есейгендерінде осы кітапты оқып отырып, немесе мені еске түсіретін бір әнді, дауысты құлақтарың шалса, не бір иіс мұрындарыңа келсе, жүректерінде бақыт пен тыныштық болсын. Дұғам осы. Ана сөзін естігенде жағымды естеліктер жандарыңды жылытсын. Мені осындай ана еткен сендер. Бар болғандарың үшін борыштармын. Сапарымның аялдамаларында қонақ болған достарым, әріптестерім, әлеуметтік желідегі оқырмандарым және баспадағы достарым. Әрқайсыңыз менің өмірімнің бір бөлшегі сіздер. Сіздер болмасаңыздар, менің салған картинам осынша қанық болмас еді. Бар болғандарыңыз үшін борыштармын. Раббым, дүниедегі тұтас әдемілікті жаратып, өмірмен нұрын төккен жаратушым. Әр семинар сайын аналарға айтатыным, балалар
бізге берілген аманат. Сол аманатты беруші өзінің аманатына не істегенімізді міндетті түрде сұрайды. Мүлде қате жібермейтін дана ана болу мүмкін емес. Дегенмен сондай болуға барынша тырысуымыз керек. Бұл кітап менің, сосын осы кітапты оқыған және айғайламайтын ана болуға ниет еткен ардақты аналардың көмекші құралы. Айғайламайтын ана болу дегеніміз мүлдем ашуланбау, баланың барлық қателігіне көз жұмып, ештеңеге шек қоймау емес. Айғайламайтын ана болу, ашуланған кезімізде ашуымызды сабырмен басқара білу. Анаңыз айғайлайтын ба еді? Ұрған кезі болды ма? Жылдар бойы жалғасып келе жатқан айғайламайтын аналар семинарында жазалау, айғайлау, ұрсу туралы сөз болғанда, мен міндетті түрде аналардан сіз кішкентай кезіңізде балалықпен бұзықтық жасағанда, тіл алмағанда, үй шаруасын орындамағанда, немесе бауырыңызбен ұрсып қалғанда, анаңыз не істейтін еді, деп сұрайтынмын. Аудиторияда біраз секунд үнсіздік орнайтын. Сәлден соң залда отырған аналар бір-бірімен келісіп алғандай бірдей жауап беретін. Айғайлайтын, қолындағысын лақтыратын, салақ, бұзық, ақымақ сияқты сөздерді айтып ұрсатын. Ойын ойнауға немесе теледидар қарауға тыйым салатын. Шапалақпен тартып жіберетін. 20, 30, тіпті 40 жасқа келген аналардың өзі мұндай ауыр сөздерді айтып жатқан сәтте, көздері жасқа толып, жымиып тұрған жүздерінен реніш байқалатын. Кішкентай кезімізде балаларды ұру, оларға балағат сөздер қолдану, айғайлау, ата-ана тәрбиесіндегі қалыпты жағдай еді. Кезінде өздері ескі тәрбие алған ата-аналар балаларына мұндай зорлық-зомбылық әдеттерін жасаған кезде өзін-өзі жазғыру, қатесін түсініп, оны түзеуге тырысу сияқты сезімдерді сезінбейді. Ол дәуір қызын ұрмаған санын соғады, немесе енесі тепкен құлынның еті ауырмайды секілді жаңсақ ұстанымдар дәуірі еді. Себебі өздерінің балалық шағында көріп өскендері сол болатын. Сол уақыттың тәртібі бойынша бала бір нәрсені қате жасаса, міндетті түрде жазалануы керек. Тіпті қаншалықты өрескел бұзықтық жасаса, соншалықты қатал жаза болғаны да дұрыс еді. Осылайша ол қателігін қайталамайды, сөйтіп сабақ алады деп ойлаған. Баланы ұру дегеніміз, бері қара, мына жасағаның мүлде дұрыс емес. Ақыры бұзықтық жасаған екенсің, бұдан бұлай қайталамас үшін одан да қаттырақ ұрамын, жүрегіңде тыңба болып қалсын, деген сөз. Баланы ұру, оған ұрсудың бір қызығы сол. Дәл қазір осыны жазып отырып өткен балалық шағыма оралғанымда, анамның немесе әкемнің мені ұрғаны, маған ұрысқаны, немесе қателігімді бетіме басып сөйлегені есіме түсіп, көзіме жас толып, толқысам да, ата-анамның мені не үшін ұрғаны, не үшін олай жасағаны, яғни қандай өмірлік сабақ беруге тырысқаны мүлде есімде жоқ. Мұны оқып отырып, сіздің де балалық шағыңыздағы осы іспеттес естеліктер сана түкпірінде жарқ еткеніне сенемін. Ата-анамыздың бір кездері бізге сол ұру арқылы айтқысы келген өмірлік сабағы ұмыт болды. Алайда көңілімізде сол кезде жеген таяқ пен естіген ұрыстың суық та салқын ізі ғана қалды. Әлбетте, ата-анамыз бұл әрекетті біз жаман болсын деп жасамағаны анық. Олардың мақсаты бізді тәртіпке үйретіп, жақсылыққа жол сілтеу еді. Бірақ олардың басты қателігі осы жақсы ниетті перзентіне жеткізу үшін қолданған әдістерінің қаншалықты дұрыс-бұрыстығын сараламауында. Балалық шағында өз ата-аналарының істеген сол әрекеттерін бейсаналы түрде қайталауында. Біз де кейде соған ерік беріп қоямыз. Кейін, қайтейін енді,
Ашуланған кезінде өзімді ұстай алмай қаламын, ұрамын, ұрсамын, артынан өзімді жегідей жеп өкінемін. Ашуланған кезімде дәл өзімнің анам сияқты болып кетемін, деп күйзеліске түсеміз. Адам бір әрекетті ұзақ уақыт бойы үздіксіз істесе, ол әрекет дұрыс деген сөз емес. Мұны Элизабет Пантлейдің оқиғасымен салыстыруға болады. Анасы ас үйде бәліш пісіріп жатады. Қызы жанында жүр. Бір сәтте қызы қызығушылық танытып, «Анашым, неге бәлішті табаққа қоймас бұрын екі шетінен кесесіз?» деп сұрады. Анасы, «Білмеймін ғой қызым, анам осылай істейтін», деді. Қыз нағашы апасына хабарласып, дәл сол сұрақты қойды. Апасы да айна қатесіз дәл солай жауап береді. Қыз үлкен нағашы әжесіне де хабарласып сұрайды. Сол кезде әжесі, «Табағыма екі шетін кесіп салғанда ғана сиятын», деп жауап береді. Бұл мысал Хазіреті Әлидің мына бір керемет сөздерін еске түсіреді. Балаларыңызды өз дәуіріңіздің заңдылығына қарай емес, баланың туған дәуіріне сай өсіріңіздер, деген екен. Істеген әр әрекетіміздің себеп салдары мен нәтижелерін ойлауымыз керек. Біз үшін анамыздың сөзі мен ісі әрқашан дұрыс көрінеді. Бірақ олай емес. Ана да адам. Ол да қателеседі. Оның бергенінің бәрін өзімізге сіңіре беруге болмайды. Осыған орай, бүгін біз ата-ана ретінде балаларымызға жасап жатқан барлық әрекетімізді ақыл-ой елегінен өткізіп, бұл әрекеттер бізге жасалған болса, біз қандай күйде болар едік деген сұрақты қоюға тиіспіз. Әсіресе бойымызға сіңіп кеткен әдеттерімізді сырттай бақылап үйренуіміз керек. Ата-ана болудың баланы дүниеге әкелуден де басқа міндеттері бар екенін саналы түрде түсініп, рухани күш-жігерімізді өмірлік дұрыс ұстанымдарға жету жолында жұмсауымыз қажет. Қарапайым бір мысал келтіре отырып, ойланып көрейікші. Біз жаңа нәрсені үйрену, немесе бір саланың үздік маманы болу үшін білегімізді сыбанып тұрып, өте көп ізденетініміз рас. Көлік тізгіндеу үшін жүргізуші куәлігі қажет кезде, мамандық иесі атану үшін диплом қажет кезде, тіпті дәмді торт дайындауды үйрену үшін де курстарға жазыламыз. Алайда осы өмірдегі ең маңызды міндетіміз ана болу екеніне қарамастан, бұл тақырып туралы ізденуге, оқуға, үйренуге ат үсті әурешілік көзімен қараймыз. Қазіргі уақытта мәлімет алу, білікті мамандардың біліміне жүгіну, оқу, іздену өте оңай. Көптеген маманның жазған кітаптары, өткізіп жатқан курстары мен семинарлары, жазып жатқан мақалалары тағы бар. Ең бастысы, өзіміз жалқаулықты жеңіп, жақсы ата-ана болу үшін жігерленіп, ниет етуіміздің өзі бастапқы қадам екенін естен шығармауымыз қажет. Баламызға кішкентай кезінде айғайлап, үркітіп, қорқытып, айтқанымызды жасата аламыз. Ал перзентіміз ақыл тоқтатып, оң солын таныған жасқа келгенде не істейміз?